Армысыздар, RBC телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы, студияда Альфия Омарова. Павлодар облысының қыста табиғатты ерекше көрінетін Баянауылдың әсем табиғатты саяхатшылардың сұранысына ие. Бұл тарапта өңірде қысқы туризм қаншалықты дамыған. Бүгін осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Сауалдарымызға жауап беруге Дене шынықтыру және спорт басқармасы бөлімінің бас маманы Еламан Өмірбек келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз, қош көрдік. Жалпы Еламан Бауыржанұлы, ең алдымен Павлодар облысында қысқы маусымда, жалпы қысқы туризмге келушілердің саны жыл сайын қалай өзгеріп келеді, осыған тоқталып өтсеңіз, өткен жылғы статистикаларды қозғайық. Өткен жылғы статистикамен мәліметтермен сәйкестіретін болсақ, яғни биылғы жыл мен алдыңғы жылдың қаңтар және қыркүйек айлары аралығында, бұл яғни статистикалық мәліметтер, башқында өсім бар. Сыртқы ішкі туристер бойынша содан бөлек нөмірлік қордың орналасты орындарының башқының өсімі бар. Мысалы айтқанда, келуші туристердің саны алдыңғы жылы 3-ші тоқсанда шатаспасам 180 мыңдай болса, биылғы жылы ішкі туристердің саны 230 мыңнан аса адамды құрады. Бұл яғни шатаспасам 27-26% ұлғаю үстінде тұр. Содан бөлек бұл сыртқы туристердің саны биылғы жылы 3-ші тоқсан мәліметіне сәйкес 7 мыңға жуық болып қалды. Бұл шатаспасам алдыңғы жылғы қарағанда 5-8%-ға жоғары өсті деген мәлімет бар. Және бұдан бөлек орналасты орындардың саны ұлғаю үстінде нөмірлік қордың өзі қазір уақытта 10 мыңнан аса нөмірлік қор құрады. Яғни алдыңғы жылы 8.858 нөмірлік орын болса, биылғы жылы 10.370 шатаспасам нөмірлік қорымыз бар. Қазіргі уақытта облыс бойынша солардың барлығынан жеке тоқтап кететін болсақ, бұл яғни Баянауыл өңірі. Баянауыл өңіріміздің өзімізде қазіргі уақытта 5 мыңнан аса нөмірлік қор бар. Яғни бір жылғы сыйымдылығы бұл облыстың жартысы болып келеді. Қысқы туризмге байланысты енді қазіргі уақытта облысымыздың 149 орналастыру орны жұмыс жасайды. Яғни бұл тек қана қонақ үй, демалыс үйлері ғана емес, яғни бұдан бөлек жол бойында көрсететін сервистік қызметтер бар. Қазір уақытта мүмкін көрген шығарсыздар, бізде мысалы республикалық трассаларда әртүрлі жанармай құю станциялар ашылып жатыр, яғни орналасты орнынан башқанда қызметін атқаратын. Солардың ішінде енді қазір уақытта Баянауыл өңірімізде 7, шатаспасам 8 шақты қысқы үй базасы жұмыс жасайды. Яғни бұл башқында жыл сайынғы жұмыс жасайтын базалар. Жазда да жұмыс жасайды, қыста да жұмыс жасайды. Қысқы уақытта енді башқында қазір ауа райына байланысты және Баянауылдың өзінің ауа райы ерекшелеу ғой қазіргі. Қыс біраз қаталдау болады, не болмаса жұмсақ болған өзінде қауіпсіздік шаралары қолданылады. Сондықтан келушілер саны көбейеді деп ойлаймыз, және соған башқында негізделеміз. Мақсатымыз да сол, тек қана қысқы емес, және жыл сайын өсім болатындай. Бірақ содан бөлек біз башқында қазір уақытта қауіпсіздікке де назар аударамыз аса қатты. Себебі жолдарда әртүрлі оқыс оқиғалар болып жатады. Соның барлығын алдын алу үшін осы жылдың басынан бастап жұмыс жасаудамыз. Яғни осы біздің елімізге, біздің өңірімізге, башқында Павлодар өңіріне келетін автотуристердің санын башқында ой пікірін білу үшін біз өткізу пункттерінде QR-кодтар орнатылды. Яғни 5 өткізу пунктінде шекаралар. Бұл QR-кодта анкетирование деген сияқты бар. Бұл анкетаны бізде қазір уақытта орталық орган қарайды. Яғни келуші автотуристер QR-кодпен өтіп, өздер жайлы мәлімет қалдыра алады, және ұсыныстары болады. Мысалы айтқанда, бұдан бөлек биыл біз Қазақ туризм акционерлік қоғамымен бірлесіп QR-код жасаған болатынбыз. Яғни бұл QR-кодта біздің облысымыздың қазір уақытта қанша турагенті бар, туроператорлар бар, орналасты орындары бар, қай жерде тамақтануға болады, қай жерде қоныс аударуға болады деген сияқты, және тағы да басқа мәліметтер бар. Бұның барлығын біз автовокзалдарда, темір жол вокзалдарында орнатқан болатынбыз. Енді әуежай қалай іске қосылады, біз сонда да орнатамыз деп ойлаймыз. Себебі кері байланыс деген бар бізде.
сол кері байланыстың арқасында біз өзіміздің осал жағымызды көретін болсақ, яғни оны көзге тырысамыз. Бұл тарапта біздің өңірде қыс айларында қандай маршруттар сұранысқа ие және де ең танымал локацияларға тоқталып өтсеңіз? Енді сіздің сұрағыңызға рахмет. Ең бірінші екінші сұрақтан бастайын. Сіз қойған танымал локациялар бұл облысымызда әрине ең бірінші Баянауыл болып саналады. Соның өзінде орналасқан Жасыбай көлі, Сабындыкөл көлі бар. Сол айдындардың өзінде қатқаннан кейін, яғни әртүрлі жарыстар ұйымдастырылады, балық аулау, хоккей сияқты бар. Бұдан бөлек бізде мысалы осы қаламыздың аумағының өзінде башқа көптеген базалар бар. Яғни демалыс аймақтары енді үлкен таулар болмаса да, бірақ әртүрлі әсер қалдыратын жерлер бар. Оның бірі енді тоқталып кететін болсақ, бұл Центр активный отдыха деген демалыс базасы бар. Бұл базаның өзінің ішінде, яғни кішігірім өзінің зоопаркі бар, мангалдық зонасы бар, жеке кемпингтер бар. Бұдан бөлек осы қаланың аумағына жақын орналасқан демалыс үйлері бар. Сол демалыс үйлерінің аумағында орналасқан әртүрлі парктер, мысалы айтқанда, және башқанда фотозона сияқты өздерінің әсемде көркем, башқанда табиғатын әсемдейтін тек қана Баянауыл емес, және яғни барлық осы Павлодар облысын әсемдейтін башқанда фотозоналар орналастырылған. Және Баянауыл, Павлодар қаласы, бұдан бөлек біздің өзіміздің басқа аудандардың өздерінің ерекше табиғатына сән башқанда іс-шаралар ұйымдастырылады. Мысалы айтқан тек қана туристік емес, содан бөлек спорттық іс-шаралар бар, мәдени іс-шаралар бар деген сияқты. Енді маршруттарға келетін болсақ, біздің облысымызда қазіргі уақытта 44 туристік маршрут және соқпақтар тіркелген. Солардың 13 башқанда сатыспен нақтысы 13 осы Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи парктің аумағында орналасқан. Бұл аумақта енді барына башқанда танымал, яғни бұл Кемпіртас маршруты бар, содан бөлек Қоңырәулие, Сабындыкөл сияқты. Енді биылғы жылы осы республикалық деңгейде туристік маршруттар бекітілді. Соның ішіне біздің облысымыздың Баянауыл өңірінен Жасыбай, Сабындыкөл және Торайғыр маршруты енгізілді. Яғни республикалық туристік маршрутке бұл маршруттар яғни өз гидтермен ұйымдастырылады. Не болмаса Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қызметкерлерімен ұйымдастырылады. Бұдан бөлек енді қысқы маусымнан бөлек жазғы маусым басталмай тұрып, яғни біз экологиялық акция өткіземіз. Экологиялық сенбілік, таза баян, таза жүрек деген осы қаламыздан жанашыр жандарды алып барамыз, волонтерлар сияқты 2 күндік экологиялық акция аясында біз тек қана Жасыбайдың ішін ғана емес, Жасыбайға кіреберістен бастап айтқанда тазалау жұмыстарын жүргіземіз. Биылғы жылы шатаспасам 300-ден аса қоқыс шықты, айтқанда қаппен. Бұдан соны өткізуге біз, яғни Баянауыл әкімдігі де көмектеседі өз тарапынан, мемлекеттік ұлттық табиғи парк қызметкерлері де бізбен бірге болады. Себебі мүмкін өздеріңіз білетін де шығарсыздар, туристік маршруттар орналасқан жерлерде сирек өсімдіктер өседі. Яғни экологияға ешқандай теріс әсерін тигізбеу үшін бізді қадағалап отырады, яғни. Сол. Бұл тарапта осы оқшау орналасқан ауылдық аймақтарда да қысқы туризм дамыған ба? Оқшау орналасқан дегенде біз осы облысымыздың орталығынан оқшау орналасқан, яғни бұл Ертіс ауданы сияқты, және бұл жақтан Успен ауданы бар, бұлай қарай Аққол ауданы бар, яғни шекараласатын басқа облыспен. Яғни бұл жерлерде қысқы туризм дамыған деп бұлай толық айта алмаймын, себебі туризм әр жерде әртүрлі дамиды. Яғни туризм дамытуға тек қана бір ауданның, бір адамның ғана күші жетпейді. Себебі бұл бірлесіп көтеретін айтқанда жұмыс, себебі туристердің тарапынан келетін наразылық, не болмаса қандай да бір пікір таластар болған өзінде, бұл тек қана бір бағытта ғана жұмыс жасамайды. Яғни мүмкін болу мүмкін жол жағынан, не болмаса инфрақұрылымдық жағынан, одан бөлек, мысалы айтқанда мәдени іс-шаралар жағынан да бұл айтқанда пікір талас тудыруы мүмкін. Бұл аудандардың
сол туризмге былайша айтқанда көңіл аудару болып саналады. Себебі бізде қазіргі уақытта облысымызда 3 қала 10 аудан бар. Солардың барлығымен біз былайша айтқанда тығыз жұмыс жасаймыз. Әр бөліммен, әр әкімдікпен қандай да бір іс-шара, не болмаса қандай да бір мағлұмат керек болса, біз яғни бұл солардан сұратамыз. Қандай да бір мәліметтер бойынша. Және толық емес мәліметтер болады. Соның өзінде біз олармен былайша айтқанда жеке-жеке сөйлесіп, және қандай да бір іс-шара бір ауданда өткізетін алдында біз сол аудан әкімдігімен сөйлесіп, былайша айтқанда пікірталас жүргіземіз. Себебі біз ұйымдастырайын деп жатқан іс-шара мүмкін бұл ауданда басқаша өту керек шығар. Былайша айтқанда ешқандай да бір наразылық болмас үшін және барлығына жағымды болу үшін біз ең алдымен сол аудандармен былайша айтқанда хабарласамыз, әкімдікпен сөйлесеміз, қалай ұйымдастыру болады, қай жағынан біз көмек бере аламыз және қай жағынан олар көмек бере алады деген сияқты. Яғни бұл біздің өзіміздің өңіріміздің тұрғындарына, туристердің бізге келуі, бізге оң әсер ететін және экономиканы былайша айтқанда балша республика деп айтпай қояйын, енді облысымыздың экономикасын қалай көтеруге және кәсіпкерлік тұрғыдан қалай табыс алуға және қалай жұмыс жасауға сияқты біз былайша айтқанда ақпарат береміз. Енді биылғы жылы біз шатаспасам осы қыркүйек айында біз семинар өткізген болатынбыз. Яғни осы Қазақ туризм акционерлік қоғамының былайша айтқанда спикер тренерлары келді. Бұл агротуризм бойынша біз семинар оқыту өткіздік. Яғни біз барша облысымыздың кәсіпкерлерін жинап, осы жанашыр жарларын бәрін жинап, осы агротуризм және кәсіпкерлік бойынша туристерден қалай табыс алуға болады және қалай сервисті күшейтуге болады деген сияқты семинар тренинг өткіздік. Былайша айтқанда барлығы өте қуанышты болды осындай семинар өткізгенімізге. Себебі бұл семинар тек қана бастамасы деп отырмыз қазіргі уақытта басшылық тұрғыдан, және жиі өткіземіз деп тырысамыз енді. Бұл тарапта жалпы осы өзіңіз атап өткен туристік нысандарға жету үшін аймақтағы қандай көлік байланысы тиімдірек болады? Енді қазіргі уақытта көбінесе мен шыны керек облысымызда тек қана жеңіл көліктер жүргізіліп жатыр. Себебі темір жолдың өзі тек Павлодар қаласына келеді. Яғни ал енді ең танымал деген Баянауыл өңіріне жету үшін ең алдымен және жеңіл көлік керек. Бұдан бөлек бұған енді өзі мүмкін есіңе шығарсыздар, Баянауыл ұлттық парктың аумағында әуежай орналасқан. Биылғы жылы енді осы шамамен бір апта бұрын спорт және туризм министрінің орынбасары келіп кетті осы Баянауыл ауданының халқымен кездесуге. Сол кезде де бұл сұрақ айтылды, яғни бұл әуежайды қалай істеуге болады деген сияқты. Яғни басқа облыспен және басқа аймақтармен қалай байланыс орнатуға болады. Себебі үлкен көлемді тікұшақтар бұл жермен ұша алмайды. Себебі таулы өңір болып саналғандықтан және желдің бағыты өзгеріп отырады. Бұл алдымен және біріншіден бұл қауіпсіздік шаралары болып саналады. Себебі оқыс жағдайлар болып кетпегендей. Және жеңіл көлікпен енді басқа бүкіл жерге жетуге болады. Яғни қазіргі уақытта жолдар барлығы орталық және күрделі жөндеуден өткізілген, ешқандай басқанда кедергі болмайды деп ойлаймын. Жалпы осы қысқы туризмді дамыту бағытында қандай жобалар алдағы уақытқа жоспарланып отыр? Мүмкін қандай да бір бастамалар қолға алынған шығар? Қысқы туризмді дамыту үшін енді қазіргі уақытта біз жұмыс жүргізудеміз. Яғни қысқы маусым ашылу салтанаты бойынша. Бұл салтанатқа біз басқанда осы қысты күні қандай бағыттар бойынша жұмыс жасауға болатын сияқты шаралардың ішінде кіргіземіз. Бұдан бөлек, енді қысқы уақытта танымал бізде бұл Мырзашоқы тау шаңғы кешені Баянауыл ауданында орналасқан Қаражар ауылының маңайында. Бұл тау шаңғы кешенінде алдыңғы жылы шатаспасам 3000-нан аса адам келіп демалған. Яғни бұл тек қана қазір уақытта енді Баянауыл емес, бұдан бөлек біз Павлодар қаласының аумағының өзінде шаңғы не болмаса коньки тебу алаңдары құрылып жатыр.
Бұдан бөлек аудандарда да орналасқан бұндай шаңғы тебу алаңдары. Бұл бірінші бағытта енді спорт жағынан, екіншіден сол спорттық және мәдени іс-шараларға келетін басқа өңірдің, басқа елдердің спортшылары, мысал айтқанда Павлодар қаласына келеді деп есептейік, үлкен жарыс болып жатса, мысалы спорттық іс-шара бойынша, бұлардың барлығы былайша айтқанда турист болып саналады. Қаншадан келсе де бұл турист болып саналады. Себебі бұл спортшылар біздің өнімізге бірінші күні келіп тұр, қоныстанып тұр, және де қандай да бір іс-шараларға қатысып жатыр спорттық, мысалы айтқанда. Бұның барлығы турист болып саналады, яғни қысқы турист бұл тек қана туристерді тарту және әртүрлі іс-шара өткізу емес, бұдан бөлек басқа да құзыреттік тараптардан әртүрлі іс-шаралар өткізіп, не болмаса қандай да бір іс-шараға басқа елдердің немесе басқа өңірлердің өкілдерін тарту болып саналады. Бұл яғни туризмді көтеру болып саналады ең алдымен. Жалпы бұл тарапта міне алдағы уақытта балалар қысқа демалысқа шығады, иә? Бұл тарапта мәселен отбасылық демалысты қай жерде өткізуге болады, қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы қандай маршруттар сұранысқа ие отбасылық демалыс үшін? Енді ең алдын мен беретін, өз атымыздан кеңес беретін бұл ең бірінші қауіпсіздік шараларын алдын ала қарау керек, себебі жол жабылып қалуы мүмкін, жолда қалмағандай. Және екіншіден басқа өңірден келмей өзіміздің өңіріміздің туристері басқа шет елдерге шығармас болуын былайша айтқанда ең алдымен страховка жағын қарау керек, турагенттікпен сөйлесу керек, былайша айтқанда келісім шартқа отырғызу керек. Бұл ең бірінші былайша айтқанда сақтандыру шаралары болып саналады. Енді демалыс орындары бізде көп, әрқайсысын айта берсе енді ауыз көпіріп толып кетеді. Былайша айтқанда ең алдымен көбінесе баратын сол Баянауыл өңірі болып тұр бізге қазіргі уақытта. Онда бізде былайша айтқанда демалыс жері жасайды. Сабындыкөл плаза деген, Қайында деген биылғы жылы енді ашылған инвестициялық жоба болып саналады, және жеке кәсіпкердің тарапынан өзі салған. Бұдан бөлек осы бағана айтып кеткендей центр активный отдыха, бұл біздің осы Павлодар қаласының аумағында орналасқан Купечский дома деген бар. Бұл да Павлодар қаласының аумағында орналасқан. Енді демалыс базалар көп, қазір уақытта енді әлеуметтік желі өте қатты дамыған. Сол әлеуметтік желі арқылы шығуы мүмкін, не болмаса интернет желісі арқылы да табуға болады бұл үйлердің барлығын және демалыс базаларын. Енді ең бірінші қауіпсіздікті қадағалау деп санаймын, себебі қауіпсіздік ең басты шара болып саналады қазір уақытта. Жақсы, рахмет, бүгін студиямызға арнайы келіп, біздің сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса редакцияға хабарласуды ұмытпаңыздар. Телефон номері 55 76 40. Дәл қазір назарларыңызға орыс тіліндегі жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.